Күн шәріфлеріңіз қайырлы olsun. Бүгін сентябрінің 21-і ве Қырым işğalinin 937 күні. Эфирде заман. Халқара жематчылығына Қырым татарлары тарафындан тешкил етілген Қырым гражданлық қамачавы Қырымның азат етілмесі мевзусыны күн тәртібіне қайтарғандыр. Ве блокаданың бір еллығы қайдетілген күнде Юқары Шура тарафындан Русия Девлет Дума сайлауларының танымасы ақындаки қарары темсали бір ишаретідір. Бұл ақта Украина парламентінің отырышы девамында Юқары Шура депутаты Қырым татар межлісінің рейсі Рифат Чубаров білдірді. Бұндан дағыры Чубаров хакиметні Кремль мабуслері ақында да ұнытмамасыны талап етті. Росія, країна-агресор, має бути негайно викинута за межі Парламентської асамблеї Ради Європи, Парламентської асамблеї Організації безпеки і співробітництва в Європі, Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва. Шановні колеги, хочу ще додати про те, що на сьогодні в Криму 17 заручників кримських татар знаходяться за ґратами. 17 патріотів України переслідуються окупантами за свою вірність українській державі, за свою вірність своїй релігії, за гідне і достойне свою поведінку в окупованому Криму. Отже, тема звільнення політичних в'язнів, політичних заручників Криму має також бути на передньому плані діяльності і президента України, і всіх наших державних органів. Русия Украина бүтінлігіні ве мұстақиллігіні бозған вақтында дүния четте қалмамақ керек. Бұны БМТ, яғни ООН Ген Ассамблеясында Америка Құрама Штатларының президенті Барак Обама білдірді. Америка еткішісі Украина халқы мейданға нафиле чықмағаны қайдетті. Миллет девлетінің сатқын елбашчылығына қаршы шықты. Русияны есе Обама дүния аренасында күш құланмасында қабатлады. Империялық заманны артта қалдырған заманауи заманымызда Русияның күш вастасы ile ғайып еткен шөретіні қайтармақ ынтылуыны көреміз. Егер Русия қомшу девлетінің ішлеріне кірішмеге девам етсе, бұл оларны евінде популяр ола біле. Яғни Русия бірде-бір периодының миллетчілігіні девам етмеге тырыша. Ләкин соңра бойле сиясет Русияны аз итибарлы етіп, оның сыңырлары үшін телуке доғырар. Русияның яқынлашув Түркияның Қырымнен бағлы позициясына тәсір етмейчек. Мұны Түркия президенті Реджеп Тайип Эрдоган білдірді. БМТ, яғни ООН Ген Ассамблеясының сессиясында Эрдоган Украина президенті Петр Порошенконен көрішіп, Түркия Қырым işğalini танымағаны ве Қырым татарлар миллеті ақларының бұзылуыны такбих еткенini білдірді. Түркия Украинаға мұстақиллік ве территориаль бүтінлігі меселесінде қол тұтмаға девам етежек. Русиялы мұстақыл журналисті Александр Сотник қорқытывлар себебінден Русияны теркетмеге мечбур қалды. Ютубта ерлешкен видео мұражатта Сотник ТВ каналының елбашчысы шахси хавсызлығы үшін Гуржунистанға бармаға мечбур қалғаны білдірді. Журналистінің қайдеткеніне көре, бұй жреддегіл мұваққат бір чықыштыр. Сотниктің айтқанына көре, оның каналыны қапатмай жақ, анда инсанлар әвелкісі кебе русиялілерінің мұстақыл фикірні көре білелер. Незнакомый абонент с неопределившимся номером, доброжелатель, позвонил мне и сообщил, что они готовы потерпеть меня еще до октября месяца, после чего принято решение перевести меня в овощной отдел. Да, они умеют формулировать. К большому сожалению, я вынужден на какое-то время покинуть Россию. Я поехал в Грузию. Я буду какое-то время жить там. Но неуважаемая Габуха, ты, пожалуйста, не упарывайся от радости в связи с моим отъездом, потому что здесь остаются операторы. И канал Сотник ТВ продолжит свою работу.
Ишгалжилер үчүн 6 ел әвелсі ичтимаягда ерлештірілген малимат экстремизм бойынша тағықат алып бармақ үшін себеп. Қырым Сакина Алексей Шестакович 2010 сенесі ВКонтакте ичтимаягында последняя видеозапись ребят из приморских партизан видеоролигіні дәрчеткен. Русияда бұл видеоролик экстремистик материал деп танылды. 6 ел кешкен сон егітке 1000 рублелік пара жазасы кесілді. Маккеме топлашывында Шестакович қадынның ватандашлықнен бағлы суалине ұзны дүния ватандашы деп адландырды. Қырым Сакинның тек Украина паспорты бар, у Русия паспортны алмаған. Адвокат Александр Попковның айтқанына көре, иш саяси ренг ташамаға башлады. Шестакович ишғалтілген Қырымда анархистлер иле фікірдешлік ве Александр Кольченкоға дестек акцияларны кечірді. Куф дымлық нормаль ярықның олмамасы, қафаларға түшкен сылав, меркези қыздырма батареясы ерінейсе электрик ысыджилер. Ахмеджит районның Константиновка қасыбасындаки фельдшер эбанайжылық бөлігі бұ алда бұлынмақта. 18 ел девамында бина ичі тамерсыз қалмақта. ФАП учкойның сакенлеріні қызмет етмекте, инсанлар бұтын инстанцияларға мұраджат еткенлеріне бақмадан ич бір файдасы олмаған. Если посмотреть вот эти помещения, которые здесь развалены, пройти, потолок течет, крыши нет, то есть отопления нет. Приходили мы сюда с Надеждой Петровной зимой, это же ужас. Как здесь можно принимать детей малых, когда вот стоит один калорифер, и он не обогревает. Надо менять оконные блоки. Мы не можем открыть окна, потому что они разваливаются, они уже сгнились за 30 лет. Их красить, какой смысл их красить? В этом только проблема. Пожалуйста, у нас, допустим, есть и частные предприниматели, просто наши граждане согласны помогать. Конечно, если бы приехали, составили смету, посмотрели, и селяне бы помогли, я думаю, каждый бы откликнулся. Мы каждый обращаемся сюда. Но нам самим сделать, чтобы мы начали делать, нам никто этого не разрешит. Ажылықтан қайтқан Қырым ажыларының бірінші еті туғанларының ақрабалары қаршылады. Қырым мұсылманлары 20 күнден зияде бұйық ажылық мерасимлеріні қошыларақ Медина ве Меккеде ислам дүниясы үшін мұйым олған ерлеріні зиярететті. Яқын вақытта ажылықтан невбеттеки әйет қайтажақ. Бұл сене ажылыққа умумен 365 Қырым мұсылманы барғандыр. Алла насып ейлесін бұл зиярет yollarga da çok Müslümanlarga çıkmaya inşallah. Çok yol yürüdük, yayan yürüdük ayırdı. Avtobüsden çok yol geçtik. Zor. Ama Kenne'de aytkanım gibi Allah'ın razılığı kolay kolay kazanılmay. Cennetke kolay kolay kırılmay. Şükür Allah'a bizim acılarımız bu kıyıncılıklarını, yoldaki kıyıncılıklarını en güzel bir şekilde geçtiler ve sağ selamet kayıtıp geldiler. Allah'ımıza binlerce şükürler olsun. Қырым-татар язычы шайыр тәржіман ве тілшіназлар бераберлікті топлашып, Қырым-татар әдебиятының келечегі ве оның өгінде тұрған меселелеріні музакере еттілер. Мерасим Львовта кешкен нешірджілер форумы черчевесінде өткерілді. Бүгінке сас мезулар арасында генчлер Қырым-татар тілінде лақырды етмегені, бұнымен берабер халқымыздың әксіреті малюматны интернет вастасынен алғаны ве бұл себептен басма несерлеріні құланмағаны да малюмдар. Қырым мели әдебиятын evvelki olған meselelері şimdi de joyulmadı. Teessüf ki bazı taraflarında olar bekim daha da keskin oldu. Misal için şimdi bir sıra bizim belli edebiyatta iz kaldırgan insanlarımız ozun sesini çıkarmalar. Birinci nöbette elbette muhit. İkinciden ya da bekim birinciden bu til. Yani kimge yazamız biz? Kim onu okuyacak? Biz yazganlarımızın bizim edebiyatçılarımız yazganın kim anlayacak? Bu meselesi var ve yani bu da bağlı auditoriya meselesine. Bizde okuganlardan bu doğrusu bu Armançık'ın auditoriyası, balachıklar ve çoğusu esli başlılar. Çünkü onlar vakit gazete vasıtasından haber alaydılar, onlar öyle alıştı. Lakin yaşlarımız çoğusu internet vasıtasından haber alalar ve o haberler çoğusu Rus dilinde ola.
Кичкене кызчыгынын яшайышны саклап алтындаки бала ижады. Базар күнү сентябрьнын 25-нде Ахмежетте «Добро руками ребенка» хайре акциясы кечежек. Балалар ве чагына эткенлер чөлмекчилик, керамикада язув, аға чоймасы ве феслернын текмесі боюнча мастер-классларны зиярет ете билелер. Мастер-класслар үчүн пара алынacak. Топланган паралар уч жашындаки Адиле Зидляеванын тедевиленмесине жолланacak. Кызчык кара жигернин циррозы хасталыгындан азап чеке. Акцияны ачык юреклер, гонүллелер такымы тешкил эте. Акция Макроусова еді адресы боюнча кечежек. Детям всегда это очень интересно, проходит все очень весело. Я вас уверяю, что все ваши дети, племянники получат массу удовольствия и будут под впечатлением еще потом долгое время. Бу бізім сонки хаберіміз еді, Невбеттіке Скендер Меметов еле олачақ заман эфиріні қачырмаңыз. Көрішмек үзре.